Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бір жасағаннан керемет болып шығатын профитроллин рецептісімен бөліспекшімін. Мен бұл жерде 2 порциясын бірақ жасадым, себебі маған 2 кг профитроллин заказ берді. Ең алдымен түбі қалың ыдысымызды алып, плитамызға қойып, үстінен су құйып, тұз салып, қант салып және маргаринімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Яғни маргариніміз толықтай еріп кетуі керек. Мінекей суымыз қайнағаннан кейін үстінен ұнымызды салып, жақсылап тестамызды кептіреміз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей ыдысымыздың түбіне нанымыз жабыса бастағанда, уже нанымыз дайын деген сөз. Міне видеода көрсеттім. Енді дайын нанымызды миксерге салып аламыз. Миксер болмаса қолмен де жасай беруге болады. Мінекей нанымызды салып алғаннан кейін миксерға 1-2 минут мен миксерлеп алам, кішкене тестамыз суысын. Одан кейін жұмыртқаны бір-бірден кезек-кезек салып тұрып, осылай араластырамын жақсылап. Міне мен енді ақырғы жұмыртқаны салғаннан кейін біздің тестамыз дайын. Енді мен силиконовый ковриктарға пісірем профитроллиларымды. Мінекей осындай насадкамен. Сіздер Вупипайдың насадкасымен немесе открытая звездочка насадкалармен де пісіре аласыздар. Мінекей видеода көрсетілгендей осылай жақсылап кондитерский мешогыма салып алып, осылай отсаживать етіп шығам. Содан кейін 180 градуста 30 минут пісіріп алам. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін мен осындай калих творожный сырын қолданам. Ең алдымен творожный сырымызбен қантымызды жақсылап миксерлеп алып, одан кейін үстінен сливкиімізді құйып жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді профитроллиніміздің ішіне креміміздің барлығын салып шығамыз. Ас болсын. Үстіне өз қалауларыңыз бойынша сахарная пудра себуге болады. Соңына дейін қарап, лүпіл басуды ұмытпаңыз.